Сәлем арғылыңа қош келдіңіздер. Қалайсыңдар? Бүгінгі күніңізді комментарийға қашып кетпеңіздер. Және менің қонағымда менің мектепке келетін сумкам және де мен арғылыңа. Өздеріңіз білетіндей, мектеп жақындап қалды. Бүгін 31 август және де 2 сентябрь біз уже сабаққа барамыз. Ертең уже 1 сентябрь. И вот, поэтому уже мектепке уже барлығы дайын, форма, канцелярия, все уже дайын. И уже кітаптарды қаптау керек, дәптерлерді түгендеу керек. Короче, түгендеумен барлығы алыс жатқанша жуынып, барлығы сыланып, быланып, короче, все такое. Бүгін мен сіздерге өте бір күшті видео түсіретін боламын мектеппен байланысты. Ол менің мектеп сумкама обзор. Яғни менің мектеп сумкамда не бар? Мен наның үшін барынша, не знаю, үйде не бар, барын салдым. Ну, короче, керек заттарды салдым, прям нужны. И соны мен сіздерге қазір көрсететін боламын, потому что менде ішіндегі заттар қазір болатын. Олар менде всегда болады, вроде бы. Ну, тамақ. И вот. Сіздер осы видеоға подписаны болыңыздар, ал біз видеомызды тезірек бастайық. Кеттік. Өзіңіз көріп бірнеше мына жерде қалта, 1, 2, 3, ішінде тағы 4, потом мына жерлерінде бірнешелер бар, 5, мына жерінде тағы міне 6, 7 қалта бар. Еще мына қалталар санасақ, 8. Поэтому менде бұл сумка өте үлкен, ішіне көп нәрсе сияды. Мен бұл сумканы алдыңғы жылы да ұстағаным, маған қатты ұнады, прям бұл сумка, знаете, прям күшті. И мен бақышқыл болған кезде ойландым, қандай сумка алсам болады, или вообще алмай қояйын ба деп. Былай ойландым. И менде 4 сумкаға выбор болған осы. Өзім биге ұстайтын бір серо-бежевый, и потом өзімнің бежевый сумка мына жерде тұрған, и потом обычный қара сумка. И осы сумка. Сосын мен ойландым, қандай сумка ұстасам болады, или может вообще новый алайын ба, разнообразие жасап деп. Потом ойландым, мынаны ұстай берейінші дедім да, мен ауыстырып сол сумкаларды ұстай берейін деп шештім. Там ағылшын болатын кезде, или көркембек болатын кезде мен осы сумканы ұстаймын, ал короче, ұзын кітаптары болмайтын кезде мен мынандай сумка ұстаймын. Вот такой вот. Просто ағылшын сыйлайды, ана қандай бар, не знаю. И вот, қазір мен уже распаковкамды бастайын, распаковка. Unpacking check. Менде ана жерде осындай брелочек. USA, Америкадан. И потом обычно вот такой вот брелочек. И ең бірінші мына қалтадан бастайық. Или хотя вот, мына жерде. Бұл жерде бізде обычный сок. Фюсти. Бұл сок маған өте үлкен впечатление берген. Самый запоминающий сок в моей жизни. Ал на қалтадан бастайық. У меня тут прошлогодний Орео, Орео. Сосын осындай мини сникерс. Ол менде тәттілер, тамақ. И келесі менде екінші қалта, ол уже менде ұзынырақ. Мен мына жерге мен тәттілерді, тамақтарды сәйкес ұнайды саламын, а мына жерге менде гигиеничный заттар. И достар, что я хотела сказать. Мен қазір үлкен қалтаға кітаптар тұратын жерге мен рандомды кітаптарды салдым, өйткені бізге расписаниені әлі жібермеді. Мен ойымша расписаниені бізге ертең жіберетін шақты, потому что білмеймін неге Фатимаға уже жіберді расписание, маған әлі жіберген жоқ. Ну, наверное, 1 сентябрь жібереді. Бұл жерде менде, достар, осындай айна. И потом тарақ. Ой, не шықты? Тарақ маған обязательно керек болады деген ойдамын. Потом крем для рук. И білмеймін неге именно 2 салфетка, бірақ 2 важная салфетка. Мен, наверное, сабақ басталған кезде біреуін ғана аламын. Потом менде тағы да айна. Но айна просто, знаете, такой немного исчерепший. Мен оны уже миллион рет сүрткен, почему-то сүртілмейді, ал мынау айна менің фаворитом. Почему-то тоже сүртілмеген. Ну, просто бұны мен тек қана мектепте ұстаймын, поэтому... Потом тағы гигиеничный заттар. И самый главный менде
осындай кілт маған апай староста болғаным үшін класстың екінші кілтін беріп қойған. Типа мен ертерек келіп, иногда там есік жауып кетемін, иногда есікті ашып кетемін. Короче, как так. Ой, мен қалтарды жабатып алайын, атым мешать етеді бізге қазір. Менің ойымша достар, қазір көбісі, особенно қыздардың көбісі, мынандай хэндбаг ұстайды, типа вот так вот сумочку, ну типа большую. Но достар, мен вообще ондай ұстай алмаймын. Мне как-то никогда не было удобно андай, когда маған бір на жеріме ауыр, на жерім бос, былай. И, короче, Айша тоже сумкасын, короче, на бір жағына ғана ұстайды да. И оныкі былай болып қалды. Ай, вообще мен одан қорқамын, поэтому всегда менде барлығы былай тік болу керек. Даже если мен өзімді осылай занучка сияқты сезінсем де, почему-то мне так-то комфортнее. Ну, я не знаю. Сіздер комментарияға қандай сумка алдыңыздар, жазып қойыңыздар. Келесі бізде самый важный үлкен бізде ужас, тут что только нету. Ең бірінші достар, қараңыздар. На пеналды шығара салайын, сосын көрсем. Так, у меня тут на жерде жаңағыдай қалталар бар екеу. Қазір мен соны көрсетейін. Менде осындай телефончик. Ана. Короче, бұл менде на самом деле телефон емес, бұл менде осындай шпаргатка. Мен бұны заказ берген Қытайдан, и бұрында бұндай ручкасы бар, на жерінде үлкен калькулятор. Я не знаю, почему я взяла калькулятор. Мен вообще натуралым кеткем. И осындай менде, короче, штучка. Мен бұны сабақ бітетін кезде алғам да. И сабақ бітетін кезде, типа, короче, сабақ скучный, да, допустим, скучный урок, физика. И мен кітапты қоямын да, забор сияқты. Былай сурет салып отырам. И потом апай келеді да, типа, менде мынандай план болған, егер біреу келіп, сен не телефон шықлап атсың ба деген кезде, апай, вы что обо мне такое думаете? Это вообще, это будущее деп. Пенал тексереді да, типа, көбісі пеналдарына телефон тыққылады да, и мен специально пеналға басқа пеналға. И апай, короче, былай өтіп барады да, телефон ба деген ашамды. Апай, как вы могли обо мне такое подумать? Вы что? А хотя у меня телефон был в сумке. Кешірім сұрайды. Келесі бізде тоже калькулятор новый такой, и потом клей. Көркемдікке керек болуы мүмкін, ну я вообще не знаю. Сабақ үстінде мен еще былай отырам. Көбісінен клей сұрап аламыз, біз всегда сондаймыз болады. Ішіміз пісіп, сөйтіп былай отырамыз. Потом слайм жасайсың ғой осыдан. Фу, блин, қазір қолым жастық болып болады. Ай, блин, у меня же влажные салфеточки. Достар, по-любому 1 сентябрьге жақын барлығы. Я не только ополоскнулась водой, я умылась 31 шампунем, короче, так далее было. Так, это все шара салайын, зачем я ішіне салып жүрем. И менде кітаптар, мен абсолютно рандомды кітаптарды ала салдым. Қазір осы кітаптарды видеоның соңында менімен бірге қаптаймыз. Менімен бірге. И дәптерлерім тоже. Ну, короче, все, у меня здесь уже пусто. И менде тағы да бір қалта бар. Бұл жерде менде осындай тоже, короче, книжка с этими стичкерами. Вау, стикерами. Разные, короче. Привычка уже сала берем. И потом достар менде әлі жер көп. Менде еще мына жерде бар. Ворон. Мен чаще всего достар, мен ол кезінде еще қосымшаға барғам ағылшынға. Мына жерде менде, короче, кітаптар, мектептің, мына жерде ағылшын кітап. Бүйтіп жүремін ғой. Белім ауырып кетті. Тоқтасам жүрдім деп, короче. И потом бізде ең соңғы артыңғы қалтасы.
Өзім білмеймін ішінде не деген. Ішінде кошелек. Капец, он тяжелый. Так, сумканы уже тастай берейін. Еще қазір пеналға обзор жасамадым. Кошелек ішінде білмеймін. Ақша жаңа көзіме қарамай саласың. Да вы что? Да вы что? 1000 тенге. 1000 тенге. $1. 5 тенге ғой. 1000 тенге у меня сейчас на руках. Пойду куплю Samsung. Хотя достар был сіздерге. Берите. Все. Не благодарите, не стоит. Что? Капец. Золотой обычкан карточкасы. Ар жағында. Бисмилля. Қап қоя салайыншы участволарыңызға. Капец, смотри, богачка екен, Я барлығын мен қайдан алам? 200 теңге. Ладно, все. Жырламай кетіңдерші. Так, енді менде пеналға обзор. Пеналда менде өте күшті заттар. Ең бірінші менде осындай біздің штучкамыз, Атын білмеймін. Былай жасайтын. И бұны мен на всякий случай аласам. Если бізге там бір жерге шақырып, анау келатыр, мына келатыр, кие салыңдар десе, то вот. Ең бірінші бізде осындай точилка. Осындай маркер. Сосын менің ең любимый қайшым. Бұл достар қайшы. Сіздер, фу, что за маленький мини. Вообще кеспейтін шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Но смотрите, во-первых, влажная салфетка. Вот, влажная салфетка. Мне кескен жоқпын, ешерген кескен жоқпын. Это ладно, это первый этап, достар. Берем вот этот стикер, бумагу, да? Какой он острый, офигеть! Офигеть, какой он острый! Осындай, қайшы. Сосын ручкалардан менде 4 ручка. Жоқ. Менде миллион ручка. Менде что-то разноцветная ручка. Зеленая ручка, қара ручка, обычная синяя ручка, сосын өшіретін ручкалар. Бұл өшіретін ручкаларды мен, наверное, БЖБ-ТЖБ-ға арнаймын. Потому что БЖБ-ТЖБ-да замазка үшін бізді. Вот. Потом бізде сызғыштар. Оказывается, достар, дециметр емес. Ладно, давай дециметр дедім ғой. Но, оказывается, длиннее. Вот это поворот. Аты. Короче, атын ешқандай татамай болсын бәлем. Сосын осындай сызғыш, сосын обычный осындай сызғыш. Сосын менде блеск для губ, гигиеничка. Ну, просто анау гигиеничка салатын жерлерге орын қалмай қалды. Сосын шаққа саласам, гигиеничка. Қараңыздар, қандай ұзын, я? Угадайте мои действия. Раздавила, да? Это был пранк, достар. Бұл бізде ешқандай да гигиеничка емес. Бұл бізде өшіргіш. Осындай менде пранкерш, да? Пранкерша, да, ваша блогерша? Все, так вот закрываем. Пусть все подумают, что это гигиеничка. Мен шашым, достар, влажный оптер. Өйткені фенмен кептірмедім. Қазір видео тұрып біткеннен кейін фенмен кептіріп тастау керек. Май болып тұрып көрініп тұрған шығар, май болып. Қараңыздар. Мен шашым май, мен шашым жумаймын вообще, достар. Не подумайте обо мне такое. Сосын мен емес. Сосын екі осындай обычный карандаш. Закрываем уже, да, ненавидим. А потом менде еще осындай маркер. Я поменяла просто на
штучкасын басқа маркермен, потому что мен пеналым сіздер ойлағандай үлкен емес. И просто стержень поменяла, басқа үлкен маркердің стерженін осыған салдым. И все прекрасно делать. И потом бізде легендарный ниндзяу. Легендарный ниндзяу. Осындай заметка. И потом циркуль. Вот все, достар, пеналмен біттік. А может вообще мектепке бармай қоямыз? Бізге маған WhatsApp-қа бір какой-то чатқа сағат 8-де мектепте болыңдар дейді. А вдруг достар, это какой-то пранк. Лучше не идите. 1 сентябрьде ешқаққа бармай қойыңыздар, мен рұқсат беремін. Вот 2 сентябрь уже барларыңыз келе ма, барларыңыз келмей ма, өздеріңіз шешіңіздер, мен жауап бермеймін. Тек қана 1 сентябрьде бармай қойыңыздар, сондай мен рұқсат бердім, короче. Все. Короче, достар, давайте мынаны қаптайық. Мынау уже қапталған. Так, мынау уже қапталған. Орыс ляпай. И что дейді, да? Все равно қаптатқызады, поэтому надо қап кигізейін ба, қараңдар, достар, маған. Смотрите, он немножко побольше. И этот, наверное, тоже, да? Ой, этот капец большой. Сабаға басылған жоқ, уже нервім ауырып жатыр. Нафиг вообще, достар, қаптамай қойын, да, еще потом қаптайық. 1 сентябрь мектепке бармаймын ғой, менің разрешением бойынша. Ну все, достар, осы менің видеомды аяқтаймын. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, онда подписку ұмытпаңыздар. Сіздер де мектепке дайындалып алысып жатсыздар ма? Мен уже, достар, алысып нервім ауырып кетті. Уже вот мә қашан каникул деп уже ойластырып жатыр. Миым уже ауырып жатыр, уже барғым келіп тұрған жоқ мектепке. Білмеймін енді 9 ай қалай өтіп кететін. Пожалуйста, тез өтіп кетсінші. Осы 7-ші сынып, мне кажется, ең тез осы оқу жылы ол 7-ші сынып болды мен үшін. Прям тез зу ете қалды. Даже не заметила бір 2 сентябрь қалай келесің, сәлеметсіз бе апай. Қарасам уже 2-ші тоқсан болып жатыр. Вообще сол кезде көз жұмылғандай болды ғой. Вот, поэтому, достар, обязательно келесі каникулды не просрите вообще. Ну что, достар, осы менің видеомды аяқтаймын. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, канцеляриям ұнаса, сумкам ұнаса, онда подписку ұмытпаңыздар. Болса, қош сау болыңыздар.